Қолыңызды көтеріп, жай ғана бұлғап көріңізші. Қозғалысты тоқтатсаңыз, шынтақ пен қолтық арасындағы жұмсақ тіндердің әлі де тербеліп тұрғанын байқадыңыз ба? Көпшілік адамдар бұл жай ғана артық май деп ойлап, дереу қатаң диетаға көшеді. Бірақ ең арық адамның өзінде осы көрініс қайталануы мүмкін. Мен қолдағы салбыраған теріні кетіру үшін ашығып, арықтаған мыңдаған жандарды көрдім. Бірақ нәтижесі бет солыңқырап, іш тартылғанымен, иық астындағы толқын бұрынғыдан да бетер салбырап машарлай түседі. Мәселе майда емес. Сену қиын шығар, бірақ иық астында ілініп тұрған тері сіз аз тамақ ішкеннен, жегеннен жоғалып кететін май қалтасы емес. Бұл бір мезгілде денеңіздің 4 жүйесі қатысатын күрделі биомеханикалық және физиологиялық процесс. Бір емес, екі емес, тура 4 жүйенің жұмысы бұзылғанда ғана осындай көрініс пайда болады. Мұқият тыңдаңыз. Қолдың салбырауы бұл жай ғана эстетикалық кемшілік немесе жазғы көйлектегі сәнсіздік емес. Бұл сіздің организміңіздің ішінде жүріп жатқан терең патологиялық процестердің сыртқы маркері. Егер бұл процесті дер кезінде тоқтатпасаңыз, ол сізден тек әдемі қолды ғана емес, денсаулығыңыздың маңызды бөлігін тартып алуы мүмкін. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сыртқы сұлулық пен ішкі саулықтың ажырамас байланысы туралы айтамын. Дайын болсаңыз, бастайық. Иықтың артқы бөлігінде трицепс, иықтың үш басты бұлшықеті орналасқан. Көпшілікке таныс бицепс алдыңғы жақта болса, трицепс қолды көтергенде айнадан көретін артқы жағыңыз. Дәл осы бұлшықет қолдың тартылған, жинақы және тығыз болуына жауап береді. Мысалы, 45 жастан кейін бұл бұлшықет жай ғана босаңсымайды, ол жоғала бастайды. Ғылыми деректерге сүйенсек, адам жыл сайын бұлшықет массасының 1-2% жоғалтады. Бұлшықет жай ғана кішірейіп қоймайды, оның құрылымы өзгереді. Бұлшықет талшықтарының орнын май қабаттар басады. Бұлшықет тығыздығы мен күшін жоғалтып, оның орнын ештемені ұстап тұра алмайтын жұмсақ борпылдақтың толтырады. Бұл процесс медицинада саркопения деп аталады. Ол жасқа байланысты бұлшықет массасының азаю. Саркопенияның қауіптілігі сол. Ол ауырмайды. Ол дене температурасын көтермейді, ентігу тудырмайды, қан анализінен немесе УЗИдан көрінбейді. Сіз оны сезбейсіз, тек айнадан иық астындағы салбыраған тері арқылы ғана байқайсыз. Бұл саркопенияның денедегі алғашқы әрі ең айқын белгісі. Адамдар бұл мәселені байқаған бойда қолды жаттықтыру керек деп шешеді. Сосын үйінде немесе спортзалдан гантель алып, бицепсті жаттықтыра бастайды. Бұл классикалық қателік. Бицепс қолдың алдыңғы жағы. Ол онсыз да күнделікті өмірде жұмыс істеп тұр. Ауыр сөмке көтергенде, есік ашқанда, баланы немесе немерені құшақтағанда бицепске үнемі жүктеме түседі. Трицепс қолдың артқы жағы. Күнделікті тұрмыстық қозғалыстарда бұл бұлшықет іс жүзінде іске қосылмайды. Оны арнайы мақсатты түрде жаттықтырмасаңыз, ол бірінші болып деградацияға ұшырайды. Сондықтан диета ұстап бицепсті шынықтыру салбыраған қол мәселесін шешпейді. Керісінше, бұлшықет массасының азаюына байланысты жағдайды ушықтыруы мүмкін. Бұлшықет мәселенің тек бергі беті ғана. Оның астында және үстінде фитнес залдарында айтыла бермейтін маңызды тін бар. Дәл осы жүйе неріктен толық адамдар мен арық адамдардың бірдей дәрежеде зардап шегетінін түсіндіреді. Пері мен бұлшықет арасында фасция деп аталатын қабат бар. Бұл жұқа, бірақ ерекше берік дәнекер қабық. Ол әрбір бұлшықетті тамақ пленкасы сияқты орап тұрады. Егер тауық етін бөлгендегі ақ түсті жылтыр пленканы көрген болсаңыз, бұл дәл сол фасция. Фасция сіздің пішініңізді сақтайтын ішкі қаңқа. Жас кезде ол серпінді әрі тығыз болады. Ол теріні бұлшықетке жабыстырып, денеге тартылған пішін береді. Қолдың жинақы көрінуі тек бұлшықетке емес, барлық құрылымды бір блокқа жинап тұрған осы фасцияның күшіне байланысты. 50 жастан асқан соң фасциядағы екі негізгі ақуыздың мөлшері күрт азаяды. Коллаген қаңқаның беріктігі мен қаттылығына жауапты. Эластин тіннің созылып, қайта қалпына келуін, яғни серіппе сияқты қамтамасыз етеді. Эластин азайғанда тін ескі резеңке сияқты болады. Созылады, бірақ жиырылмайды. Иықтың ішкі жағындағы фасция серпімділігін жоғалтып, салбырай бастайды. Бұл жерде терінің кінәсі жоқ. Оны ұстап тұрған ішкі ілгеттер, қаңқа, босап кеткендіктен тері перде сияқты төмен сырғиды. Арық адамдарда артық май болмауы мүмкін, бірақ фасция босаңсыса, тері ілінетін негіз қалмайды. Бұл рельсінен шығып кеткен перденің жинақы тұра алмайтынына ұқсайды. Зерттеулер көрсеткендей, 60 жаста иық аймағындағы фасцияның тығыздығы 30 жастағылармен салыстырғанда 35%-ға төмен.
Ал аяқта бұл көрсеткіш небәрі 12%-ды құрайды. Аяқтарыңызды күнделікті қолданасыз. Жүресіз, баспалдақпен көтерілесіз, орындықтан тұрасыз. Бұл жүктеме фасциядағы фибробласт жасушаларын ынталандырып, жаңа коллаген өндіруге мәжбүрлейді. Ал қолдарыңыз күн ұзаққа, денеңіздің екі жағында бос ілініп тұрады. Трицепс аймағындағы фасция тыныштық жағдайында өмір сүргендіктен біртіндеп деградацияға ұшырайды. Әрбір әйел эстроген туралы естіген болар, бірақ оның маңызын көбіміз толық түсіне бермейміз. Эстроген бұл жай ғана репродуктивті функцияға жауапты гормон емес. Бұл нағыз құрылыс гормоны. Ол коллагеннің түзілуін, терідегі ылғалдың сақталуын және денедегі май ұлпасының дұрыс таралуын тікелей басқарады. Эстроген деңгейі төмендегенде ағзада май қайта тарала бастайды. Бұрын жамбас пен бетте жиналып тартынды силуэт жасаған май қабаттары енді ішке, арқаға және иыққа ауысады. Иықта ол ем осал жерге, босаңсыған фасция мен терінің арасына барып қонады. Бұл жерде оны ұстап тұратын бұлшықет тонусы да, дәнекер қаңқада жоқ. Эстрогенсіз тері жасушалары гиалурон қышқылын ұстай алмайды. Естеріңізде болсын. Гиалурон қышқылының бір молекуласы өз айналасында 1000-ға жуық су молекуласын ұстап тұруға қабілетті. Эстроген азайғанда гиалурон қышқылы кемиді. Су азайып, тері жіңішкереді. Тері серпімділігін жоғалтып, құрғақ мата сияқты төмен қарай сырғиды. Эстроген тіпті бұлшықеттің өзіне әсер етеді. Ол жасушалардың жүктемеден кейін қалпына келуіне жауап беретін рецепторларды ынталандырады. Эстроген деңгейі төмендегенде бұлшықет жаттығуларға құлақ аспайтын болады. Ол баяу қалпына келеді және массасын тез жоғалтады. Нәтижесінде тұйық шеңбер пайда болады. Гормон деңгейі түседі. Бұлшықет ериді. Фасция босаңсиды. Май иыққа жиналады. Тері жіңішкеріп, төмен салбырайды. Бірақ бұл тізбекті аяқтайтын тағы бір маңызды фактор бар. Иықтың астында ілініп тұрған нәрсе тек май мен тері емес. Бұл көбіне іркілген сұйықтық немесе лимфостаз. Қолтық асты аймағы лимфа түйіндерінің ең ірі коллекторы. Егер иық бұлшықеттері мен фасциялар жұмыс істемесе, лимфаның қозғалысы баяулайды. Сұйықтық сол жерде жиналып, иықтың артқы бөлігін ауырлатып, төмен қарай көбірек тарта түседі. Сондықтан таңертең бұл салбырау аздау болып көрінсе, кешке қарай қолдың ауырлап, ісінгенін сезуіңіз мүмкін. Көріп отырғаныңыздай тек диетамен немесе гантельмен бицепсті жаттықтырумен бұл мәселені шешу мүмкін емес. Бізге кешенді тәсіл керек. Терең фасцияларды белсендіру, трицепстің функционалдық күшін қайтару, лимфа ағынын реттеу, гормоналды теңгерімді қолдау. Бұл туралы ешбір фитнес-блогтан немесе жарнамадан кездестірмеген боларсыз. Саусақ ұшынан қолтыққа дейін өте жіңішке тамырлар торы өтеді. Бұл лимфа жүйесі. Оның міндеті тіндердегі артық сұйықтықты, өлі жасушаларды және токсиндерді жинап әкету. Лимфа жүйесінің бір ерекшелігі бар. Оның жеке насосы жоқ. Ол тек екі жағдайда қозғалады. Бұлшықеттердің жиырылуы, ауырлық күші. Енді екі фактіні байланыстырыңыз. Трицепс күнделікті өмірде жұмыс істемейді. Демек, лимфаны айдайтын насос тоқтап тұр. Нәтижесінде иық аймағында сұйықтық жиналып, тіндер ісінеді. Сіз май деп ойлап жүрген нәрсе шын мәнінде кете алмай тұрған тоқыраған лимфа. Неліктен үйреншікті әдістер жұмыс істемейді? Қатаң диета кезінде. Калорияны шектегенде ағза энергияны майдан емес, бірінші кезекте жұмыссыз тұрған бұлшықеттен, трицепстен алады. Сіз 10 кг тастасаңыз, оның 4 кг бұлшықет болуы мүмкін. Нәтижесінде қол бұрынғыдан да бетер салбырайды. Кремдерге келсек. Кез келген қымбат крем терінің тек 1 мм қабатына ғана әсер етеді. Ал мәселе 4-8 мм тереңдіктегі фасса мен бұлшықетте. Уақытша процедуралар. Массаж лимфаны 24 сағатқа айдауы мүмкін. Бірақ бұлшықет жұмыс істемесе, ертеңіне ісік қайта оралады. Үй жағдайында. Трицепсті ояту үшін бізге күнделікті 10 минут жеткілікті. Бірінші жаттығу. Қабырғадан итерілу. Қолды иық деңгейінде қабырғаға тіреңіз. Шынтақты жан-жаққа емес, дене бойымен артқа бағыттап, баяу итеріліміз. 3 секунд төмен, 3 секунд жоғары. 10 рет, 3 шейін. Екінші жаттығу. Су құйған шөлмекпен қолды жазу. Қолды жоғары көтеріп, шынтақтан артқа бүгімізде, қайтадан баяу жазыңыз. Бұл трицепстің ішкі контурын қалыптастырады. 15 реттен. Үшінші жаттығу. Орындықтан кері итерілу. Ең тиімді жаттығу. Орындық шетіне сүйеніп, денеңізді қолдың күшімен көтеріп түсіріңіз. 50 жастан кейін белокқа деген қажеттілік артады. Дене салмағының әр келісіне 1-1,5 грамм таза белок қажет. Оны бір жегенде емес,
күні бойы бөліп жеу маңызды. Д витамині бұлшықет күшін басқарса, омега-3 фасция мен коллагенді бұзатын қабынуды басады. Фасцияның 70% судан тұрады. Сусыз фасция серпімділігін жоғалтып, ескі матадай жыртыла береді. Күніне кемі 1,5-2 литр су ішіңіз. Саркопения тек қолда емес, бүкіл денеде жүреді. Иықтың салбырауы бұл ағзаның сізге берген алғашқы дабылы. Бұл мен ішкі тірегімді жоғалтып жатырмын, көмектес деген сигналы. Бұлшықет кез келген жаста қалпына келеді. Оған тек дұрыс жүктеме берсеңіз, денеңіз оған жауап береді. Ертеңге қалдырмаңыз. Қазір тұрып, қабырғаға сүйеніп, 10 рет баяу итеріліңіз. Бұған бар болғаны 1 минут кетеді. Ал ертең таңертең 2 жұмыртқа жеп, 1 стақан су ішіңіз. Бұл сіздің жаңа, сау денеңізге жасаған алғашқы қадамыңыз. Уақытты тоқтата алмаймыз, бірақ уақыттың денеңізге қалай әсер ететінін өзгерту өз қолымызда. Бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Өзіңізді күтіңіз, сау болыңыз.